көктемнің алғашқы мерекесі, ол біздің аналарымыздың, қыздарымыздың, енді қарындастарымыздың үлкен мерекесі болып есептеледі. Енді дана қазақ халқының бір жақсы сөзі бар, бұл әлемде үш нұр бар дейді. Бірінші күннің нұры, екінші ақылдың нұры, үшінші ананың нұры дейді. Мінекей енді күннің нұры мен ананың нұрын салыстырғанда артында үлкен мән жатыр. Сол үшін енді бұл мерекеге біз енді әрине үлкен мән береміз. Ең алдымен бұл ананың нұры. Бір енді философтың айтқан сөзі бар еді. Егер қандай мемлекет ретінде білгің келетін болса, ең алдымен сол мемлекеттің әйелінің болмысына қара. Егер сол әйелдің болмысы жақсы болатын болса, ол әйелдің болмысы ұнайтын болатын болса, ол дамыған мемлекетте біз қорытынды шығарамыз. Сол үшін әрине біздің елімізде енді осы әйелдерді қолдау, гендерлік саясатты іске асыру мақсатымен көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Көп балалы отбасында аналардың әлеуметтік жағдайын жасаруға, енді Құдай қаласа біздің ұлттық экономикасын жағдай жасарып, экономика дамыған жағдайда аналардың жағдайы одан да жақсарады біз күтеміз. Сол үшін енді өз атымнан осы барлық аналарды, біздің қыздарымызды, келіншектерімізді, қарындастарымызды осы алда келе жатқан мерекемен құттықтаймын. Алла тағалам өздеріңізге күш-қуат берсін, ауырмасын, дендері сау болсын. Жалпы жылда 365 күн болатын болса, сол әр күні біз анаға деген, қарындасқа деген, қасымыздағы жүрген жұбайымызға деген, қызымызға деген үлкен құрметпен, сыйлықпен қарауымыз керек. Олардың келешек ана екенін ұмытпауымыз керек. Мемлекеттің тірегі ретінде ұмытпауымыз керек. Сол үшін мерекелеріңіз құтты болсын. Аман болыңыздар.